Сәлем баршаңызға, арнамда көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздермен қытырлақ баклажандар немесе хрустящие баклажаны в кисло-сладком соусе салатының жасалу рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін менімен бірге болып, арнамнан алыстамай, каналымды қолдап кетуді ұмытпаңыз. Ендеше салатымызды бастайық. Ең алдымен алдын ала жуып, тазартып алған баклажандарымызды дәл видеодағыдай бөліктерге бөліп, және де сыртқы бөлігінен тазартып алатын боламыз. Енді баклажандарымызды дәл видеодағыдай қатты қалың да қатты жұқа да емес бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Осындай бөліктерге бөліп аламыз. Қалған баклажандарымызды дәл осылай турап шығатын боламыз. Енді баклажандарымыздың ащы дәмінен арылу үшін жарты шай қасықтай тұзымызды салып, және де үстіне батып тұратындай суымызды құйып, 25-30 минутқа суда қалдыратын боламыз. Арада уақытымыз өткеннен соң осылай сүлгімізге баклажандарымызды салып, құрғатып алатын боламыз. Баклажандарымыз құрғап болған соң қайтадан құрғақ ыдысымызға салып, енді негізгісі кукурузный крахмалымызды осылай 3 қасықтан салып, жақсылап баклажандарымыздың барлық шетіне жететіндей етіп араластырып аламыз. Сол кезде біздің баклажандарымыз қуырылғанда хрустящий болып шығатын болады. Дәл осылай болады. Енді қызып тұрған майымызға баклажандарымызды салып, бауырсақ секілді жақсылап араластырып тұрып, барлық шетін қызартып қуырып алатын боламыз. Қуырылып болған баклажандарымызды қағаз сүлгімізге салып, майынан құрғатып алатын боламыз. Қалған баклажандарымызды да дәл осылай қуырып шығамыз. Достар, менің арнамда көптеген қолжетімді заттармен жасалынатын үй жағдайында пирогтар, тіске басарлар, тәттілер және де ыстық тағамдардың рецептілері бар. Арнамды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Сол кезде сіздер менің алдағы жаңа рецептерімнің алғашқы көрермені боласыздар. Біздің баклажандарымыз қуырылып болды. Енді осылай майынан сүзіп алып, құрғақ ыдысымызға кисло-сладкий соусымызды 2,5 қасықтай құйып, қызып тұрған отымызда алдын ала қуырып алған баклажандарымызды үстіне салып, барлық шетіне жететіндей етіп араластырып, бір қуырып аламыз. Сол кезде салатымыздың дәмі одан сайын ашыла түседі. Әркім әртүрлі әдіспен әзірлейді. Мен осы әдіспен әзірлегенді жақсы көремін. Қуырылып болды. Енді құрғақ ыдысымызға салып аламыз. Осымен біздің баклажандарымыз дайын. Енді үстінен қызанақтарымызды бөліктерге бөліп қосатын боламыз. Қызанақтарымызды турап болды. Енді кез келген ас көк түрін пайдалансаңыздар болады. Мен кинза қосатын боламын. Осы майдалап турап салып аламыз. Салатымызды араластырамыз. Және де дайын болған салатымызды тәрелкемізге салып, бетіне кунжутпен безендіріп, дастарханға ұсына берсек болады. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді. Үйіңіздегі адамдарға да және де қонақ дастарханына ұсынғанға да керемет салаттардың бірі. Астарыңыз дәмді болсын. Достар, видеоның соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Ариана. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, және де арнамда жаңа көрермен болсаңыз тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Күндеріңіз сәтті өтсін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.